бір адам екінші адамнан бір зат сұрағанда немесе осы бағдаршамдарда тұрғанда адамдар садақа сұрайды, тағысын тағы бір жұмысын бітіріп бермесеңіз, Алла разылығы үшін бітіріп берші осы жұмысты, Алла разылығы үшін берші деп қайта мәжбүрлейді. Яғни кей кездер болады, бермеске амалың жоқ. Бұл Алла үшін болмаса да ұялғаныңнан бересің. Осы мәселеге шариғатымыз не дейді? Және бұлай айту үкімі дұрыс па? Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Вабат, бұл қазіргі уақыттағы халықтың арасындағы кеңінен таралған сондай бір сөзге айналып кеткен. Бір нәрсе талап етесіз, кішкентай нәрсе. Соны істейтін болса, соған Алла разы болсын дейміз. Бұлайша айтқанда, ол біздің жалпы міндетіміз. Соған да Алла разы болсын деген сияқты сөздерді көп қолданамыз. Тіпті бұл құлшылыққа қатысы болмаса да, әдеттегі, күнделіктегі өмір. Мысалы үшін, көшеде тұрмыз, машинамызбен бірінші полоса дейміз, қатардан екінші қатарға өтетін деп тұрмыз. Сонда сұраймыз, өтіп кетейік. Мынау сөйтіп өткеннен кейін немесе өтпесін Алла разы болсын деген сияқты. Енді айтқым келген нәрсе бүкіл бағанағы сөзімізде соны қолданып кетті. Негізінен қалай? Негізінен біз кішкентай кезімізден сол медреседе оқыдық. Бұрындары біздің имамдарымыз, жас үлкен аға буын дейміз ғой. Ол кісілер ол сөзді аз қолданады деді. Солай. Аз қолданады деді. Өйткені Алла Тағаламен, олайша айтқанда, Алла Тағаланың ризашылығын ол болмайтын нәрсеге де қолданбайды. Өйткені Алла Тағаланың ризашылығы барлық нәрседен үстем тұрады. Яғни ол бұлайша айтқанда екі сөзді байланыстыратын сөз оқығанда қазір уақытта. Бағанағы сон сөз оқыған. Құлағымыз соған үйреніп қалды қазір уақытта. Бір нәрсе болсын, мысалы звондап хабарласып, пәленшеге айта салыңызшы, осы менің сөзім дейміз де, Алла разы болсын дейді. Яғни ол екі сөзді байланыстыратын біздің рахмет деген сөзіміз бар ғой. Соның орнына Алла разы, Алланың ризашылығын қойып қойды. Кітаптарда, тарихта, сираға қарайтын болса, ондай сөздер қолданылған, бірақ аз қолданылған сахабалардың кезінде басқа уақытта. Мысалы үшін, тіпті біз мазхаб иелері, ұстаздар, мүжтәһид ғалымдарға да, мысалы Абу Ханифа дейтін болса, радиаллаху анху деп айтпаймыз. Рахмахуллах немесе рахматуллахи алейхи деп айтамыз. Үлкен мүжтәһидтерге. Үлкен ғұлама. Яғни оған Алла разы болсын деген сөз сахабалары қолданды. Сахабалары. Табииндерге рахматуллахи алейхи, рахмахуллах деп айтылады. Алла рахметі болсын. Тірі болса Алла Тағала өзі сақтасын, жаман пәле-паты немесе. Сондықтан бұл сөзді айтпау керек деген сөз емес. Дегенмен де әдеттегі күнделікті біз жүріс-тұрысымызда ол айтылатын, қолданылатын сөз деп біз ұстаздарды олай үйренбегенбіз. Мысалы үшін қараңыз, қарапайым бір магазинде бір аласыз, қарапайым ол нәрсе мүлдем тіпті рахмет айтуға да тұратын сөз емес та ол. Ол амал. Соған Алла разы. Ол да құлағы үйрене береді. Содан кейін ол адам түсінігінде болуы мүмкін, көп бағанағы сөздер естіп жатырмын. Немесе тіпті соншама біз Алла разы болсын, бағана Алла разы болсын деген сөзді қолданғанымыз соншама көп, ол адам өзі дұрыс адам деп ойлауы мүмкін. Мен дұрыс адам, өйткені барлығы Алла разы деп айтады. Көңіліне кіреді. Көңілінен ол былайша айтқанда ақырет жайлы қайғырмайды. Ұстаздарымыздың жалпы үйреткен тағылымы бізге ол нәрсені ол қолданатын орын болу керек. Үлкен істер болды. Мысалы үшін бір бала бағанағы
біз құтқарып қалдық, бір адамның жанын сақтап қалдық. Үлкен жұмыс болды. Үлкен жұмыс. Бір адамның бағанағы үйсіз қалғанда үй бердік деген сияқты. Сол дұғайса Аллах Тағала сіздерден риза болсын десе, ол өтімде әрине үлкен, былайша айтқанда әдеттегі іс емес. Салмақты іс. Салмақты іс. Ендігі мәселе сіздің сұрағыңыздағы бір мәселені сұрау нәтижесінде Алла ризашылығы үшін беріңіз дейді болса, бұл қауіпті нәрсе. Неге деген сұрақ болады. Өйткені біздің сенім мәселесінде Алланың ризашылығы бүкіл нәрседен үстем тұрады. Бүкіл амалдардан олы жоғары тұрады. Егер, мысал үшін, сіздің телефоныңыз бен осы телефонды маған Алла ризашылығы үшін беріңіз деп айтсам, сіз беруге міндеттісіз. Телефонды, тіпті компьютеріңізді. Бұл сөзімен сізге проблема туындатып қойдым. Өйткені сізге бұл қажет. Ішінде мағлұматтар сізге керек. Сондықтан адамда қазір парасат болу керек. Ақыл болу керек, түсінік болу керек. Бере алмайтын нәрсені олай сұрамау керек. Мысалы, көп адам Алла ризалығы үшін соны жасап беріңізші. Негізі ол адам мұқтаж. Оның қарызы бар шығар басқа. Содан біз сұраймыз, ақша беріңіз, бере тұрыңыз Алла ризашылығы үшін. Оны, былайша айтқанда, шыға алмайтын еске тығып қойдық. Сізде басқа жол жоқ, бересің, бермесең сен Алланың ризашылығын сен төмендеттің. Алланың, мысалы, телефонды айтамын. Телефонды Алла ризашылығын маған беріңіз деймін ғой. Бермесеңіз, Алланың ризашылығынан телефонды үстем көрдіңіз, яғни жоғары санадыңыз. Алланың ризалығы саған керек емес па? Бір телефонға дегендей. Керек емес па? Сіз керек еткен жоқсыз уже. Керек еткен жоқ. Жоқ, бермеймін дедіңіз, Алланың ризашылығы қоя тұр деген сөз. Көрдіңіз ба? Сондықтан бізді бағана тыңдап тұрған адамдарға айтатын мәселеміз, сұрағанда ол Алла ризашылығын олай қоймау керек. Алла ризалығы үшін сөйтіңіздер. Мынау әлеуметтік желіде осы видеоны Алла ризалығы үшін таратыңыздар дейді. Содан кейін ол тарататын видео емес, ол негізі. Айтқан сөзде бір не емес ол жерде. Чувство дейді ғой, сезіммен былайша әрекет жасау керек. Ақылмен, шариғатпен. Шариғаттың ұстанымымен жүру керек. Яғни сезіммен не болды, Алла ризалығы үшін таратпайсыз, айтпайсыз. Жоқ, сіз олай адам қинамаңыз. Көңіл қалауы қажет жоқ. Шариғатқа көңіліңіз сай болмаса қалауыңыз. Сіздің көңіліңіз қате. Сондықтан бұл мәселе ілімсіздіктен келіп шығады. Ілімсіз болғандықтан соны айтамыз, ол тыңдап тұрған адамда мен көп осындай бағанағы жағдайларды естім, жалпы осындай жағдайларды біз көріп жатырмыз. Алла ризалығы үшін соны жасап беріңіз дейді. Қалай сонда біз өмір сүруіміз Алла ризалығы болып жатыр. Тағы да проблема сізге туындатып қойды. Осын жасайсың деді. Ол өзінің интересі үшін. Ол ісі бізге қызық емес. Оның негізгі мақсаты Алланың ризалығын сен табуың емес, ол керісінше сол істің бітуі оған маңызды. Яғни саған Алла разы болып бір жақсылыққа жетуің оған қызық емес. Жоқ, ол тозаққа түссең де ол қайғырмайды. Яғни осы жұмыс бітсе болды оған. Жұмысы бітсе болды, өзінің жұмысы бітсе болды. Сол үшін Алланың есімін қолданылады. Соқта болмайды. Аспап ретінде қолданылады. Біз мысалы қараңыз, жұмыстарымыз бітпей қалғанда Алланы ортаға тықпауымыз керек. Ол жеке нәпсіге пайдалану дінді. Ол дұрыс емес нәрсе. Яғни мысалы үшін бір жұмыс болып қалды, мен молдамын, немесе мен діндармын деп емес. Сұраса сонда айтыңыз. Сіз намаз оқитын сияқтысыз. Көрініп тұр десе, мен намаз оқитын кісімін деп сұраса айтыңыз. Болмаса мен намазханмын, мен ораза ұстаймын, мен қажымын, мен очередьте тұруға нем жоқ деген сияқты бұл дінді жеке мүддеге пайдалану. Бұл нәрсе шариғатта дұрыс емес нәрсе, ақиретте сұралатын нәрсе. Сондықтан мысалы үшін қажыға бардыңыз, ораза ұстадыңыз, 5 парызды орындадыңыз, ол жеке мәселе. Алла үшін атқарылған ісіңіз. Өзіңіздің бағанағы
құлшылықтарыңызды, намаздарыңызды басқа адамға не істемеңіз? Міндетсінбеңіз. Міндетсінбеңіз қалай? Пайдаланбаңыз. Оның көңілін жұмсарту, жұмысыңды бітіру. Мен мысалы мен бүгін оразамын, маған шай тамақ дайындаңыздар, үй ішінде, отбасында әйеліңізге айтады. Дайындаңдар бәрін, қараңдар, мен бүгін оразамын деп. Мен шаршап жатырмын. Менің алдымда тамақтанбаңдар. Мен бөлмеге кіріңдер, бар, оразамын мен. Айттым ғой, мен оразамын. Неге мазалай бересіңдер дейді. Ораза ашып жібер, не істейсің егер қиналсаң. Сондықтан түсінік кең болу керек. Біз енді жалпы бұрын жұртымыз, халқымыздың арасында енді намазхандар саны дені көбейді ғой. Қазір бұрындар аз болғандықтан оның қадірі көбейді. Көп қадір үстем болатын. Енді қажыға барып келетіндердің өзі жиі болатын адамдар. Енді сондықтан да адамдар сол әдет болып қалды. Мен қажы десем, намазхан атансам, маған сенімділік білдіреді. Немесе саудада құрмет көрсетеді. Бір жиынға барғанда тақия киіп барсам, қожа насыр айтпақшы, же шапаным, же демекші. Өзім болмаса да шапаным құрметтейді деп. Жақсы, бұл сұрақ өте өзекті. Алдағы уақытта сіздерден тағы сұрақ күтеміз.